Күйеуі жас әйел үшін өзінің әйелін тастап кетті. Үйінде алып қойды. Бірақ бірнеше айдан кейін болған оқиға барлығын шошытты. Әңгіме басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Айгүл мұның бәрі өз басынан өтіп жатқанына сене алар емес еді. Тіпті өзінен де емес, екеуінің басынан. Ол Ержанмен 20 жыл бірге өмір сүрді. Екеуі соншама қиындықтарды бірге еңсерді. Бәрін айтып шығу үшін бір кітапты аздық етер еді. Ал қазір олар сот алдында отыр. Ол бір жақта, ал қарсы алдында күйеуі мен оның көңілдес отыр. Дәл сол әйелдің кесірінен олардың бүкіл әлемі күйреп түсті. Үзіліс жарияланды. Айгүл креслоға шалқая кетті. Орнынан тұрып, сыртқа шығуға да шамасы келмеді. Көзін жұмды. Мұндай қорлықты Айгүл өмірінде бір рет те көрмеген еді. Бір кезде олар екі кедей студент болып танысып, бірден ғашық болды. Қанша жерден алғашқы көргеннен махаббат болмайды, десе де олардың арасында дәл солай болды. Үйленді, тойларында санаулы ғана достары болды. Ержан бірден түнгі ауысымға жұмысқа орналасты. Оқуды тастамай, отбасын асырау үшін. Олар барлығын бірге істеді. Айгүл қолынан келгенше көмектесті. Ұзақ уақыт пәтер жалдап тұрды. Кейін шағын болса да өз пәтерлерін алды. Артынша Ержанның жолы болып қызметі өсті. Кішкентай пәтерін кең үйге ауыстырды. Өмір салты да мүлде басқа арнаға түсті. Бір қараса арада 10 жыл өтіп кетіпті. Бірақ ең басты нәрсе жоқ еді, ол бала. Сол кезде олар бір-біріне тіпті жақындай түсті. Бір-біріне деген тірек, сүйеніш аса бағалы болды. Алайда қанша тырысса да ештеңе шықпады. Дәрігерлердің бәрі оларды танып алды. Көшеден көрсе, сәлем десетін жағдайға келді. Бірақ нәтиже жоқ. Оның үстіне бәрі де екеуінде барлығы дұрыс дейтін. Айгүл 37 жасқа толып үмітін үзген кезде бір ғажайып болды. Оны басқаша атау мүмкін емес еді. Ол жүкті болды. Сол кездегі Ержанның қуанышын айтып жеткізу мүмкін емес. Айгүлдің де жағдайы сондай. Күйеуі бірден оны уайымнан, күйзелістен, шаң тозаңнан қоршап бар жағдайын жасады. Айгүл де жүктілікті жеңіл көтерді. Босануы да жеңіл өтті. Дүниеге дені сау, сүп-сүйкімді қыз келді. Ержан сәбиін алғаш қолына алғанда жылап жіберген еді. Ал енді сол адам, жаны бір, жүрегі бір адам. Бір ай бұрын жұмыстан келді де, кішкентай Аружанды сүйіп, бөлмесіне апарып, қуыршақтарының ортасына отырғызды. Сосын Айгүлдің алдына келіп, көзін тайдырып отырып, мен басқа біреуді сүйіп қалдым. Мен сонымен болғым келеді. Біз ажырасуымыз керек деді. Айгүл сол кезде күліп, Ержан, бүгін 1 сәуір емес қой, саған не болды деді. Бірақ оның ауыр жанарларына қарағанда бұл әзіл емес екенін түсінді. Айгүл жайлап отырып, сен анық солай шештің бе деді. Ол басын изеді. Енді не істейміз? Динара сендердің көшіп кеткендеріңді қалайды. Өйткені бұл үйдің иесі өзі болғысы келеді. Динара оның көңілдесі. Солай ма? Ал сен не қалайсың? Айгүл, өтінен бастамашы. Өзіме де оңай емес. Сонда Айгүл, саған оңай емес пе? Ал мен ше? Аружан ше? Сол туралы ойландың ба? Ержан басы салбырап үндемеді. Онда былай, қазір кет. Мен сені қазір көре алмаймын. Сотта кездесеміз деді Айгүл. Қандай сот? Динара бәрін бейбіт жолмен шешейік деді. Сенің Динараң түсінбейтін шығар. Бізде бала бар. Сот болмай ажырастырмайды. Ержан орнынан тұрып, асығыс заттарын жинай бастады. Есік алдында тұрып, Айгүл, үй жайлы түсіндің ғой? Әрине, шамам келгенше ақшамен көмектесетін болам. Кет, деді Айгүл. Айгүл соңғы күшін жинап тұрды. Тіпті күші де қалмағандай еді. Ішінде бір нәрсе үзіліп жатқандай сезілді. Жан тамырлары шылдырлап үзіліп, кеудесін ауыртқандай болды. Есік жабылған сәтте Айгүл қабырғаға сүйеніп отырып қалды. Қызын қорқытпау үшін, ештеңе естіртпеу үшін аузын қатты қысып ұстады. Қазір ол бұл масқара мен қорлықты қалай көтеретінін мүлде түсінбеді. Жас Динара Ержанға сөйлеуге де мүмкіндік бермейтін. Ал ол болса, арбалаған адамдай соның аузына қарап отыратын.
ұялатындай көрінгенімен ештеңе істей алмайтын. Айгүл көзін сәл ашып ержанға қарады. Әбден жүдеп кетіпті. Иығы да түсіп кеткендей. Сот қайта жалғасқанда Айгүл орнынан тұрды. Кешіріңіз, өтінемін. Үйден бас тарту туралы құжатқа қол қоя салайын да осыны аяқтайық деді. Судья таңырқап қалды. Бірақ сіздердің ортақ балаларыңыз бар ғой? Өз баламды өзім бәрімен қамтамасыз етемін. Көмектен де бас тартпаймын. Бірақ егер оларға үй соншалық керек болса, ала берсін. Динара риза кейіппен жымиды да Ержанды шынтағымен түртіп қойды. Айттым ғой, бастысы қыса түсу керек дегендей. Ержан Айгүлге қарап отырды. Ол неге бұлай істеп тұрғанын түсінбей қалды. Ішінің бір түкпірінде сот үйді Айгүлге қалдырса екен деп тұрғандай еді. Соңғы күндері ол бұрын байқамаған нәрселерді көре бастады. Динараның ашкөздігін, онымен сөйлесер ортақ тақырыбы жоқтығын, сосын мың рет дұрыс істедім бе өзі деп өзінен сұрайтын. Артынша өзін өзі тез жұбатып болатын нәрсе ғой. Айгүл қол қойды да теріс бұрылып сыртқа шығып кетті. Сыртта оны құрбысы мен кішкентай Аружаны күтіп тұрған еді. Сол сәтте ол бір жола шешім қабылдады, кету керек. Қайда болса да, тек бұл жерден алысырақ. Ержан оның соңынан көз алмай қарады. Сол сәтте оның артынан жүгіріп барып кешірім сұрап, аяққа жығылғысы келді, бірақ өзін тоқтатты. Көзін Динараға аударды. Жас, жарқын, тынымсыз. Айгүлдің мүлде қарама-қайшысы. Айгүл тым салмақты еді. Неге олай болды? Мүмкін оған өзі кінәлі шығар. Гүл сыйлауды қойды. Оның әйел екенін ұмытты. Тек ана, әйел ретінде ғана қабылдай бастады. Ержан, жүр, мейрамханаға соғайық. Бәрін алып, үлкен мереке жасайық, деді Динара қуанып. Ержан ауыр күрсінді. Ол Айгүлдің соңғы сөздерін ұмытпап еді. Айгүл үйдің кілтін Ержанға емес, Динараға ұстатып тұрып, сыбырлап қана: біреудің көз жасына бақыт салынбайды деген. Динара тек мырс етіп кілтті жұлып алды да теріс айналып кеткен. Сол ғимараттан шыққан кезде Ержан: Динара, сен өзің бара берші, мен жұмысқа соғып келейін. Сен бәрін дайындай бер. Кешке келем, сосын бірге атап өтеміз деді. Динара кілтті саусағына айналдырып, ойнады да оның бетіне сүйіп, жарайды, тек кешікпе деді. Ержан оны таксиге отырғызып, өзі көлігіне қарай баяу жүріп кетті. Бірақ неге екенін білмеді. Көңілі жайсыз. Айгүл аялдамада тұрды. Жанында Аружан, құрбысы және оның күйеуі. Айгүл, барған соң міндетті түрде хабарлас, деді құрбысы. Хабарласамын, бәрін айтып отырамын. Гүлнар оған алаңдай қарап: Айгүл, шынымен жақсысың ба? Уайымдама, шынымды айтсам, қазір Аружан жайлы ойлауым керек. Басқасының барлығы маған маңызды емес. Ол өз таңдауын жасады, мен де мұны өткеріп шығамын. Бәрі жақсы болады, деді. Гүлнар құрбысы оны құшақтап: мен саған әрқашан сенетінмін, деді. Жаңа жұмыс орнына оны бастығы жіберді. Айгүл оған бәрін жасырмай айтып берді. Басқа филиалдарыңызда маған лайық бір бос орын бар ма, деп сұраған. Бастығы күрсініп: сені қимаймын. Бірге жұмысқа үйреніп қалдық. Бірақ сені түсінемін. Әйтсе де саған баруға тұрарлық бір жер бар. Сәл алыстау, бірақ фирма жас, директоры іскер жігіт. Тұрғын үй мәселесінде шешіп береміз деп ойлаймын. Айгүл жаңа қалаға бір чемодан, 2 сөмке және Аружанмен бірге жол тартты. 42 жасында өмірді қайта бастау үшін. Бейтаныс қала оны жарқын күнмен қарсы алды. Қала таңғаларлықтай жасыл әрі таза екен. Бәрі сызғышпен өлшеп қойғандай, бәрі жуылып, жиналып тұрғандай көрінді. Айгүл Қайырбек қызы, деп оған бір жас жігіт жақындады. Иә, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Нұрлан мырза сізді қарсы алып, пәтерге апарып, қажет болса көмектессін деп тапсырған. Менің атым Дәурен. Өте қуаныштымын, рахмет сізге. Жас жігіт сөмкелерін көтеріп, екеуі көлікке қарай жүрді. Біздің қала сізге міндетті түрде ұнайды. Бір рет келген адам қайта-қайта оралады. Айгүл күлімсіреп: солай болар деп сенемін. Аз ғана уақыт болды, бірақ маған қазірдің өзінде ұнап жатыр, деді. Айгүл тікелей басшысын тек 2 аптадан кейін ғана көрді. Алдымен оған орнығып алу, Аружанды балабақшаға орналастыру үшін бірнеше күн берілді.
Сосын бастығы іссапарға кетіп қалған екен. Бір күні ол кофе алуға аппарат жанына шықты. Жаңа тапсырманы бастар алдында ойланып, отырып, жинақталып, жоспарлағанды ұнататын. Аппараттың жанында бір ер адам тұр екен. Жасы өзі шамалас, бәлкім сәл үлкендеу. Аппаратқа біртүрлі қарап тұр. Гипноздап тұрсыз ба? Деді Айгүл жымиып. Ер адам бұрылып, иә, түсінсеңізші, ақшамды жеп қойды да кофені бермеді. Ал менде енді қолма-қол ақша жоқ деді. Айгүл оны көз жүгіріп бір қарап өтті. Киіміне қарағанда осы жерде істейтін қарапайым қызметкерлердің бірі сияқты. Жүріңіз, мен кофе алып берейін. Өзімде кофесіз жұмыс істей алмаймын. Рас па? Онда қай жерде істейтініңізді айтыңыз, барып ақшасын қайтарамын. Ана жақта, деп Айгүл есікті көрсетіп жымиды. Міндетті емес қой, мұнда жалақы жаман емес дейді. Біреуді кофемен сыйлауға жететін шығар. Ер адам даусын бәсеңдетіп, сіз осында істейсіз де, ақшаны қанша төлейтін білмейсіз бе? Мен мұнда бір апта ғана болды жұмыс істеп жүргеніме. Мен болсам біраздан бері осындамын. Кофені бір тұтады да, иә, жалақысы жаман емес сияқты. Олар тағы аздап ауа райы туралы сөйлесті. Сосын Айгүл, кешіріңіз, маған кету керек, деп қалды. Ал әлгі ер адам кофесін ұстап, ойлана оның соңынан қарап тұрып қалды. Кешке қарай бәрі үйлеріне тарай бастағанда, Айгүлге директордың хатшысы келді. Нұрлан мырза сізді шақырып жатыр. Айгүл сәл қобалжыды. Басшы келіпті. Оның келгенінен де бейхабар екен. Қажет болатын шығар деген құжаттардың бәрін жинап кабинетке кірді. Кіруге бола ма? Әрине, кіріңіз. Айгүл бір сәтке тұрып қалды. Бұл таңертең кофе алып берген ер адам екен. Қазір, әрине, ол оның қымбат костюм киген, жинақы, сымбатты басшы екенін бірден таныр еді. Кешіріңіз, мен әлі қолма-қол ақша таба алмадым. Қаласаңыз аударып беремін, деді ол әзіл араластырып. Айгүл болса еріксіз күліп жіберді. Қоя беріңіз. Егер жақсы жұмыс істесем, сыйақыма қоса саларсыз. Келістік пе? Ол сағатына қарап, сізге балаңызды балабақшадан алу керек қой. Жүріңіз, өзім апарып тастайын. Жол жөнекей сөйлесіп те үлгерерміз. Нұрлан жақсы әрі ақылды басшы ғана емес, өте көңілді, тартымды адам болып шықты. Ол Айгүлді балабақшаға дейін жиі жеткізіп жүрді. Кейін тіпті оларды күтіп алып, үйіне апарып тастайтын болды. Аружанмен тез тіл табысып кетті. Екеуі кейде Айгүлден жасырын бірдеңелерді келісіп алатын. Соның кесірінен Айгүл хайуанаттар бағына 3 рет барды. Балалар киносына 6 рет кірді. Ал кафеге қанша рет барғанын айтпағанда саусақта жетпейтін. Айгүл өзін босап келе жатқандай сезінді. Ішіндегі ауыртпашылық біртіндеп кетіп жеңілдей бастады. Ол Нұрланның өзіне ұнайтынын да, оның жақсы адам екенін де түсінді. Бірақ әзірге жаңа қарым-қатынасқа дайын емес еді. Ал Нұрлан ақылды ер адам болатын. Оны асықтырмады, қыспаққа алмады. Тіпті бәрі өзін толық қанағаттандырып тұрғандай кейіп танытты. Арада 2 ай өтті, бірақ Ержаннан бір тиын да келген жоқ. Айгүлдің жалақысы жаман емес еді, бірақ бәрібір бұл әділетсіз болатын. Өйткені екеуі алиментке бермеймін деп келісіп қойған. Бір күні ол бұрынғы күйеуіне қоңырау шалуға бел буды. Трубканы ұзақ көтермеді. Кейін жақтырмаған жас әйелдің дауысы естілді. Алло, Динара, бұл Айгүл. Ержанмен сөйлесе аламын ба? Ержанмен сөйлесіп қоймай алып кетсең де болады. Тіпті құдай ақы алып кетші, мә, сөйлес. Арғы жақтан бірдеңе көріледі. Сосын қайтадан Динараның дауысы шықты. Ол сөйлей алмайды, жағдайы нашар. Өте нәзік болып шықты ғой өзі. Не болды? Динара күрсініп алып, сол күні болған оқиғаны айтып берді. Сол күні соттан кейін Ержан үйге кеш жетті. Үйге кіргенде сендер екеуің сүйіп, бөліп-бөліп жинаған шаңырақта нағыз думан той болып жатты. Ол әрең дегенде мені тапты. Ал мен бір бұрышта басқа бір еркекпен тұрған едім. Шын мәнінде Динара бір бұрышта әлде бір еркекпен аймаласып тұрды. Әрине, Ержан бүкіл отырысты күл-талқанын шығарды. Барлығын қуып шықты. Бірақ көргеннен кейін қатты күйзеліп ауруханаға түсіп қалды. Содан ол мүлде басқадан болып оралды. Сөйлеуі бұзылған, бір қол дұрыс жұмыс жасамайтын. Содан бері әр таңын бір бокал шараппен бастайды. Ал Динара ашуланса, көңілді өмірді өзің қаладың емес пе, деп жауап береді. Айгүл жас әйелдің жүйкесі шығарған әңгімесін үнсіз тыңдап алып, сабырмен
Жақсы, онда кейінірек хабарласармын. Бірақ шамасы енді мүлде қоңырау шалмаймын. Тікелей алиментке беремін деді. Арғы жақтан Динара шыңғырып жіберді. Қандай алимент? Ол қазір жұмыс істемейді ғой. Бұл менің мәселем емес. Келісесің бе? Сендерге менің кішкентай қызыммен қайда тұратыным бәрібір болған. Жарайды, сау бол. Айгүл трубканы қойып біраз уақыт үнсіз отырды. Бумеранг қайтпайды деген кім екен? Бірақ ішінде ешқандай жеңіс сезімі болған жоқ. Тек ержанға деген, бөтен адамға деген аяныш қана бар еді. Анашым, сен неге отырсың? Нұрлан көке баяғыда келді, сені күтуден шаршады ғой, деді Аружан. Айгүл жымиып қойды. Сені күтуден шаршады деген сөз қандай ерекше естілді. Ол орнынан тұрып, Аружанды қолынан алды да айналдыра көтеріп, онда біз қазір Нұрлан көкеге енді бізді күтуден шаршамау керек екенін айтамыз деді. Көлікте отырған соң Нұрлан оған мұқият қарап, бірдеңе болды ма? Деп сұрады. Айгүл жымиып, қалай түсіндіретінімді білмеймін, бірақ мен жаңа ғана өткен өміріммен бір жола қоштастым. Солай ма? Онда сені кешкі асқа шақырсам болады ма? Айгүл күліп жіберді. Шақыруға болады әрине, егер тамақты дәмді істей алсаң ғана. Нұрлан мысқылдай жымиды. Ұнайды деп үміттенем. Содан бері олардың сол кешкі астары үзілген жоқ. Әңгіменің соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер оқиға ұнаса, арнама лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.